Әлемнен азгем ақпар ақштың батысы отты жерге айналды. Тынық мұхиты жағалауындағы Лос-Анджелесте орман өрті өршіп тұр. Тілсіз жау ауыздықтауға көнбей жолындағының бәрін жайпап келеді. Қазірдің өзінде өрт ошағындағы 150 мың тұрғын эвакуацияланды. Баспанасын күлі көкке ұшқандардың арасында танымал жұлдыздар да баршылық. Ал жаңа сайланған ел президенті Дональд Трамп табиғи апатқа өзінің ата жауы Джо Байденді кінәлады. Құрбандардың саны да сағат санап артып жатыр. Толық әріптесім Қайыркен Отыныш тарқатады. Голливудтың күлі көкке ұшты. Калифорния штатында бірнеше тәуліктен бері орман өрті байыз табар емес. Аптап-ыстықтан әбден қураған 100 жылдық ағаштар шырпыдай лапылдап жанып жатыр. Ми қайнатар жалыннан тоғайға жақын маңдағы үйлерде газ баллондар атылып, отқа тура мағынасында май құя түсті. Жан сауғалаған мыңдаған тұрғынды құтқарушылар құлқын сәрден эвакуациялауға мәжбүр болды. Соңғы деректерге сүйенсек, өрттен 5 адам ажал құшыпты. Кенет жел көтерілді. Қызыл жалын тым биіктеп, жолындағын бәрін жайпады. Жерді тітіркендіретін жойқын жарылыстар болды. Біз өзімізді бір сәт соғыстың ошағында қалып қойғандай сезіндік. Абдырап қалсақ та тез ес жиып қашуға бел будық. ақш авиация қызметі қауіпті аймақта лайнерлердің ұшуына тыйым салды. Басына қара бұлт үйірілген аймақтардың арасында Голливуд жоталары да бар. Мәселен, бай бағландардың ордасына айналған Палисейдс ауданы мен Малибу жағажайын қызыл жалын тып-типыл етті. Өрттің ошағында танымал жұлдыздардың да апартаменттері бар екен. Мысалы, әнші актриса Пэрис Хилтонның Малибу жағажайындағы үйі жанып кеткен. Ал Лос-Анджелес мэрі өртті сөндіруге екпінді жел кедергі келтіріп жатқанын мәлімдеді. Бұл төтенше оқиға аумағы жағынан ең ірі табиғи апаттардың көшін бастады. Негізі дүлей дауылдың соңы нөсер жауынға ұласатын еді. Бірақ осы екпінді желдің арты аптап ыстыққа жалғасты. Түсіндіре кетейін, кеше таңғы 10-дар шамасында қызыл жалын 4 гектар алқапты шарпыған еді. Ал 2 сағаттан кейін от 100 гектар жерге дейін жайылып кетті. Ал кеше жергілікті басылымдар Лос-Анджелестің визитті картасына айналған қыр басындағы Голливуд жазуы да өртеніп кетті деген ақпарат таратқан еді. Бірақ кейіннен мұхиттың арғы бетіндегі біздің отандастарымыз ол мәліметті теріске шығарып видео жолдады. Увидела в нескольких новостных сайтах, что надпись «Голливуд горит». Я специально приехала увидеть и снять на видео. 10 күннен кейін қызметіне қайта кірісетін ақштың ескіде жаңа президенті Дональд Трамп барқадар тауып бір орында отыра алатын емес. 71 жастағы саясаткер апаттың артынша бірнеше қатқыл мәлімдемелер жасады. Трамп мырза бұл сұмдық оқиғалардың барлығына өзінің оппоненті Джо Байденнің әкімшілігін кінәлады. Сондай-ақ Калифорния штатының осы оқиғалардан соң экономикасы айтарлықтай құлдырайтынын да айтып қалды. Аймақтағы ең үлкен үйлердің біразын тілсіз жау тып-типыл етті. Олардың басым бөлігі әлемдегі қымбат виллалардың қатарына жатады. Жылжымайтын мүлкінен айырылған қалталы азаматтар басқа қалаларға қоныс аударады. Сақтандыру компаниялары да тығырыққа тірелді. Себебі әңгіме миллион емес, миллиардтаған доллар төңірегінде өрбіп жатыр. Ал президенттігінің соңғы күндерін өткізіп жатқан Джо Байденнің суға кеткен талғармайды демекші өзінің абыройын сақтап қалу үшін барлық айыптауларды жұтып басын изегеннен басқа амалы жоқ. 82 жастағы саясаткер қазір жұрттың есінде қалатын жұмыстар жасағысы келеді. Ол үшін Ақ үйдің уақытша қожайыны келтірілген барлық шығындар өтеледі деп уәдені үйіп төгіп берді. Біз жағдайды реттеу үшін қолдан келгеннің барлығын жасаймыз. Бірақ оған уақыт қажет. Қызыл жалын келтірген шығынды толық өтейміз. Зардап шеккендер мен опат болған азаматтардың отбасына материалдық өтемақы төленеді. Төтенше оқиға менің тікелей бақылауымда. Қазір тілсіз жаудан Лос-Анджелеске жақын маңдағы 300 мыңнан астам баспана мен кәсіпорындар тас қараңғыда қалды. Себебі қызыл жалын электр бағаналарын да жағып жіберген. Жергілікті синоптиктердің болжамынша орман өрті өршіген тұста екпінді жел ең кемі ертеңге дейін жалғасады. Табиғаттың тосын мінезден өрт сөндірушілер лапылдаған жалынды сөндіре алмай сергелденге түсті. Қайыркен Отыныш, Сапархан Габжалелов, Еуразия, бірінші арнасы.